Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен испанский чизкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет, сөз жоқ. Үйде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Өзінің осылай күйіп піскен түрімен ерекшеленетін бұл десерт әлемдегі бірегей десерттердің қатарына енеді. Сол десертті үйде жасап көріңіздер, дәмі өте керемет, өте нәзік болып шығады. Ал енді бізге 550 грамм творожный сыр керек. Чизкейктің құрамына керек барлық заттарды осылай арнайы таразының көмегімен грамм-граммен тура есептеп салыңыздар. Енді үстіне 170 грамм қант салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Миксердің жылдамдығын барынша қоюдың қажеті жоқ, аз ғана жылдамдықпен осылай араластырып шығамыз. Екі 250 грамм сливки құямыз. Сливкиміздің майлылығы 32-33% болу керек. Тағы да миксерлеп араластырамыз. Енді үстіне 4 жұмыртқамызды салып, тағы да миксерлейміз. Барлық сұйық қоспаларды араластырып болғаннан кейін үстіне 25 грамм крахмал саламыз. Барлық ингредиенттеріміз біркелкі масса болғанша осылай баяу миксерлеп шығамыз. Жылжымалы формамызды 18 диаметрлі етіп, осылай өлшеп аламыз. Осылай пергаментімізді екіге бөліп, кольцамыздың ішіне саламыз. Формамыздың астына осындай фольганы қойып, жақсылап бекітіп орап шығамыз. Жан-жағы жабысып қалмас үшін жаңағы кесіп алған пергаментімізді ішіне домалақ етіп орналастырамыз. Дайын болған чизкейкімізді осылай формамыздың ішіне құйып, 200 градуста 45-50 минуттай пісіріп аламыз. Печкаға салған соң пісу барысында чизкейкіміз көтеріледі, ал суыту кезінде төмендейді. Биіктігі төмендеп кетсе, аса қатты қорқудың керегі жоқ. Суыған соң холодильникке бір түн қалдырып қойсаңыздар, осылай керемет салқын болып тұрады чизкейкіміз. Бөліктерге бөліп үстіне шоколадты ерітіп құйсаңыздар, дәмі өте ерекше болады. Үйде жасап көріңіздер. Егер де сіздерге менің видео рецепттерім ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы.